Оңтүстік цирк ұжымы халықаралық цирк күніне орай талантты өнерпаздар арасында сайыс ұйымдастырды. Алыс жақын аудандардан келген болашақ артистер бар үйренгендерін ортаға салып, көпшіліктің қошеметіне бөленді. Жарыстың боларын естіген балауса тобы Алғабас ауылынан арнайы жеткен. Бойларында өнері бар балалар бұған дейін де жарыстарға қатысып келген. Түрлі акробатикалық өнерлермен қоса мимикалық әрекеттермен шымкенттік көрермендерді таң қалдырды. Қазақстанда аты әлемге әйгілі Жандарбек Шекербек көкеміздің ұйымдастыруымен бастамасымен құрылған біздің ұстазымыздың ұстазы Жандарбек Шекербектің бастамасымен құрылған, өзі осы циркті Алғабас циркін ашқан балаусада сол кісінің ашуымен ұйымдастырылған. Гимнастшылар мен акробаттар Сайрам, Бәйдібек, Созақ аудандарынан келген. Әп-сәтте өзгеріп шыға келген балалар өздерінен үлкен үміт күтуге болатынын дәлелдеуге тырысты. Дегенмен де салада мамандардың жетіспейтіні сезіледі. Мақсат біздің циркке болашақ өнерпаздарды тәрбиелеу. Маман тапшылығы жоқ емес бар. Ал өнердің бәрі ауылда жатыр, өнердің бәрі ауданда жатыр. Сол үшін өзіміздің оңтүстік өңірінің бүгін өздеріңіз куә болып отырғандай 7 топ қатысты. Кішкентай бүлдіршіндердің акробатикалық өнерін, иллюзия жанрында өнер көрсетіп жатқаны адамның көңілін қуантады. Жан-жақтан жеткен таланттар бір-біріне тілектес болды. Бақтарын сынаған жас артистердің ешқайсысы орынсыз қалмады. Жарыс өте қызықты аяқталды. Ардақ Берден, Мұрат Адинаев, ТВК.